Неліктен Қазақстанда Республика күні 25 қазанда атап өтіледі? Дәл осы күннің астарында қандай тарих жатыр? Ол неліктен маңызды және бүгінгі ұрпақ үшін несімен қымбат? Сәлем достар. Менің есімім Ержан және бүгін осы сұрақтардың барлығын Жас Вайп арнасында саралайтын боламыз. Республика күнінің мәнін түсіну үшін өткен ғасырдың 80-ші жылдардың соңы мен 90-шы жылдардың басына үңілу керек. Ол өзгерістер мен жаңғыру дәуірі еді. Кеңес одағының жүйесі шайқалып, республикалар өз болашағы туралы ойлана бастаған шақ болатын. Халық ескі тәртіптен шаршады, еркіндікке ұмтылды. Әр ұлт өзінің тарихын, тілін, жерін, мәдениетін қорғау керектігін сезіне бастады. Сол сәтте қазақ зиялылары мен жастары бізге өз жолымыз керек деп ел тағдырына жауапкершілікпен қарады. Бұл тәуелсіз ойдың тұңғыш сәулесі, азат рухтың алғашқы лебі еді. Сөйтіп 1990 жылдың 25 қазаны қазақ тарихындағы ерекше күнге айналды. Бұл датада Қазақ КСР жоғары кеңесі мемлекеттік егемендік туралы декларацияны қабылдады. Бұл құжат еліміздің ертеңгі тәуелсіздігіне жол ашқан тарихи шешім еді. Онда жер мен жер қойнауы, табиғи байлықтар Қазақстан халқының меншігі екені, Қазақ КСР заңдарының одақтық заңдарын жоғары тұратындығы және республиканың өзге мемлекеттермен тең дәрежеде қарым-қатынас орнатуға құқылы екені жазылды. Яғни дәл осы күні Қазақстан тұңғыш рет өз тағдырын өзі айқындауға қадам жасады. Бұл күн 1991 жылдың 16 желтоқсанындағы тәуелсіздікке апарар алтын көпір болды. 1991 жылы Кеңес одағы тарих сахнасынан кеткен соң, Қазақстан өз мемлекеттілігін қалыптастыру жолына түсті. Жаңа конституция қабылданды. Айналымға теңге енді. Қарулы күштеріміз бен дипломатиялық қызмет құрылды. Ең бастысы, жаңа дәуірдің нышанына айналған Астана бой көтере бастады. Сол жылдары республика күні ел еңсесін көтерген мереке болды. Бұл күн жаңарған мемлекеттің рухын танытатын, бірлік пен сенімінің белгісіне айналды. Кейін мерекелер жүйесінде республика күні біршама кейінге шегерілді. Өйткені елдің басты назарына тәуелсіздік күні тұрды. Бұл мереке кең көлемде аталып, егемендіктің символына айналды. Дегенмен, республика күнінің рухы ешқашан өткен жоқ. Ол халық жадында мемлекетіміздің бастау алған тарихи белгісі ретінде сақталып тұрды. 2022 жылы ұлттық құрылтайда президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен 25 қазан республика күні мәртебесін қайта алды. Осымен үшінші рет аталып өтетін республика күні азаттық пен жауапкершіліктің, бірлік пен жаңғырудың мерекесі. Бұл күн өткенге тағзым, болашаққа аманат. Өйткені тәуелсіздік сыйлық емес, ол бабалар қанымен, ұрпақтың еңбегімен келген қасиетті ұғым. Азат ел болу тек мақтаныш емес, ол міндет пен парыз. Әр қазақ өзіне адал болса, елін сүйсе, сол арқылы 1990 жылдың 25 қазандағы рухты жалғастырады. Бұл біздің тарихымыз, бұл біздің тағдырымыз екенін ұмытпайық. Құрметті достар, республика күні құтты болсын. Жас Вайп арнасына тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.